Арма қымбатты көрермен, эфирде Қызылжар апта ақпараттық сараптамалық бағдарламасы. Аптада қандай маңызды оқиғалар болды, сараптаймыз, алдымен қысқаша шолу жасасақ. Осы аптада Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов облыстық мәслихат депутаттарына өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы есеп берді. Өңірде билік құрылымдарында әйелдер үлесі төмен. Аманат партиясының облыстық мәслихат жанындағы фракциясының кеңейтілген отырысында Солтүстік Қазақстан облысындағы гендерлік теңдік мәселесі талқыланды. Соңғы 10 жылда спорт саласы өкілдеріне қатысты 49 қылмыстық іс тіркелген. Облыс орталығында құқық қорғау органдары қызметкерлері спортшылармен кездесіп, заң және тәртіп тұжырымдамасы аясында түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Осы аптада Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов облыстық мәслихат депутаттарына өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы есеп берді. Өңір жетекшісі жүргізіліп жатқан барлық жұмыс мемлекет басшысы айқындаған міндеттерді іске асыруға және тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға бағытталғанын тілге тиек етті. Есепте инфрақұрылымды жаңғыртуға ерекше көңіл бөлініп жатқаны, өңірде аграрлық сала мен өнеркәсіптік әлеуеттің кезең-кезеңмен нығайып, инвестиция тарту белсенді жүргізіліп, ауыл шаруашылығынан бастап білім беру процесіне дейін инновациялық технологиялар мен жасанды интеллект енгізіліп, әлеуметтік салада да ауқымды жұмыстар атқарылып жатқандығын жіпке тізді. Есеп қорытындысы бойынша депутаттар өңірдің дамуына қатысты негізгі әлеуметтік мәселелер бойынша өз сұрақтарын қойды. Мәслихаттың кезекті 31-ші сессиясы облыстық әкімдік қабырғасында өтті. Депутаттар алдында өңір басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов есеп берді. Күн тәртібінде 2025 жылға әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары, аяқталған жобалар және одан әрі даму басымдылықтары сөз болды. Депутаттық корпус пен жергілікті атқарушы органдар арасында үйлесімді жұмыс алға қойған мақсаттарға жетумен қатар, халықтың өмір сүру сапасын арттыру мен өңірді одан әрі дамытуға мүмкіндік береді. Бұл бағытта сіздердің қолдау қажет. Сіздер халықтың сайланған өкілдері ретінде өзекті мәселелерді ашық көтеріп, қоғам мен билік арасындағы кері байланысты қамтамасыз етесіздер. Жыл басында ел президенті экономиканы кем дегенде 6,5%-ға өсіруді міндеттеген болатын. 10 айдың қорытындысы бойынша өңірдің қысқа мерзімді экономикалық көрсеткішінің өсуі 13%-ды құрап, еліміз бойынша 5-ші орында тұр. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов түрлі салаларда жүзеге асырылып жатқан жобаларды өз баяндамасында атап көрсетті. Солардың бірі Маслодел экстракциялық май зауыты. Кәсіпорын қуаттылығы 370 мың тонна майлы дақылдар өңдеп, одан 120 мың тонна өнім шығаруға қауқарлы. Оның дені экспортқа бағытталған. Евразиан Мил серіктестігі болса, қазіргі таңда қоюландырылған сүт өндіру цехының құрылысын аяқтады. Ендігі жерде зауыттың қуаттылығы жылына 12 мың тонна өнім өндіруге жол ашып, жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік бермек. Агроөнеркәсіптік кешеннің инновациялық бағыты да дамып келеді. Введена ферма ТО Север ЛТД. Север Агро ЛТД серіктестігі 400 бас жылқы сауып, одан құрғақ бие сүтін өндіретін жаңа фермасын іске қосты. Бұл еліміз бойынша жүзеге асырылып отырған екінші жоба. Сонымен қатар биыл өңірімізде қант қызылшасын өсіру жұмысы да қолға алынды. Асыл Шуге серіктестігінің тәжірибелік дақылдары жергілікті климатқа жақсы бейімделуін көрсетті. Қызылшаның қанттылығы 19%. Ендігі жерде серіктестік жылына 1 миллион тонна шикізат өндіріп, одан 200 мың тонна қант шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде импортты қысқартуға және азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға мүмкіндік береді. Өңірімізде бүгінде тек ауыл шаруашылығы ғана емес, сонымен қатар өнеркәсіп саласы да қарқынды даму үстінде. 2 жыл ішінде бұл саладағы өндіріс көлемі 1,5 есе артқан. Мысалы, Зиксто серіктестігінің іске қосқан жолаушылар вагондары мен вагон платформалар шығаратын жаңа зауытының өнімдері бүгінде еліміздің темір жол саласында толығымен қолданыста жүр. Жалпы бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша тартылған инвестициялар көлемі жылдық жоспардан 2 есе артық. Соңғы 2 жыл ішінде 300 миллиард теңгеден астам сомаға 19 меморандумға қол қойылған. Қызылжар арнайы экономикалық аймақ арқылы тартылған қаржы көлемі 317 миллиард теңгені құрайды. Жергілікті және шетелдік инвесторлардың қатысуымен 5 жоба іске қосылса, тағы 17 жоба әзірлік сатысында. Тұрғын үй құрылысы, инфрақұрылым, жолдар, сумен жабдықтау және электр желілерін дамытуда қыруар іс тындырылуда. В этом году
Биыл облысқа сумен жабдықтауды дамытуға 74 миллиард теңге бағытталды. Бұл өткен 3 жылдық кезеңнің көрсеткіштерінен 2 есе артық. Айта кетейін, 44,9 миллиард теңге бұл қайтарылған активтердің қаражаты. Нысандар бойынша жұмыстар соңғы кезеңге шығады. Іске қосу реттеу жұмыстары жүргізіледі. Солтүстік Қазақстан облысындағы автомобиль жолдарының ұзындығы 8,4 мың шақырымды құраса, биыл оның 1,1 мың шақырымнан астамы жөндеуден өтті. Денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт және су тасқынына қарсы іс-шаралар мәселелері де өңір басшысының есебінде көрініс тапты. Бұдан соң депутаттар облыс әкіміне өз сауалдарын жолдады. Соның бірі мүгедектігі бар балаларға арналған оңалту орталығын ашуға қатысты болды. Өңір жетекшісі сауалдың орынды екендігін айтып, қазір қолайлы ғимарат табылғандығын, ол нөмірі 2-ші арнайы мектеп-интернат орналасқан нысан екендігін атап көрсетті. Мы в этом году выделили 200 миллионов тенге. Биыл жөндеу жұмыстарына 200 миллион теңге бөлдік. Келесі жылға бұл мақсатқа қарастырылған қаржы көлемі 556 миллион теңге. Мамандармен жөндеудің қалай жүріп жатқанын барып көреміз. Келер жылы бұл орталықтың құрылысы толық аяқталып, қолданысқа енгізілетін болады. Осылайша онда біз жылына 500 баланы оңалту мүмкіндігіне ие боламыз. Елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі төңірегінде де сауалдар жолданды облыс әкіміне. Бүгінде Бексейіт ауылындағы су тарту желісінің әбден тозығы жетіпті. Жергілікті тұрғындарды жаңа су тарату желісінің құрылысы қашан басталатындығы мазалайды. Идут судебные тяжбы. Сот процестері жүріп жатыр, мердігер ұйым болды. Аталмыш ауылдағы желілерді жөндеу үшін 116 мен 120 миллион теңге аралығында қаражат қарастырдық. Келесі жылы сот шешімі күшіне енген кезде біз міндетті түрде ақша бөліп, осы нысанды аяқтаймыз. Депутаттар тарапынан түскен сауалдардың барлығына толыққанды жауап берілді. Оған қанағаттанған халық қалаулылары облыс әкімінің есебін бір ауыздан бекітті. Петропавлдағы жұмысшы кенті мен қала орталығын байланыстыратын жол өткелін пайдалануға беру 2026 жылдың жазына шегерілді. Бастапқы мердігердің міндеттемелерді тиісінше орындамауына байланысты нысанды тапсыру мерзімі келер жылға қалдырылып отыр. Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов құрылыс барысын тексерді. Самое главное качественно, ребята, я прошу все это организовать. Предприятие на слуху, вы умеете работать. Вот, немножко за материала были вопросы. Погодные условия 3 дня нас выбило, да, 2 дня, 3 дня практически. Поэтому давайте восстанавливайте все это дело. Жұмыстарды аяқтау үшін жергілікті құрылыс сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім жасалды. Нысанда жұмыстар 2 ауысыммен ұйымдастырылып, 40-тан астам маман мен 30 бірлік техника жұмылдырылған. Жұмыстардың сапасы техникалық қадағалау тарапынан тұрақты бақылауда, нысанның жалпы ұзындығы 1,1 шақырымды құрайды. Қазіргі таңда көпірдің негізгі бөліктерінде құрылыс аяқталған. Жұмыстар тәулік бойы жүргізіліп жатыр. Уже подняли полностью мост. Көпірдің негізгі бөлігі көтеріліп, тіреу және бүйір қабырғалар орнатылды. Жаяу жүргіншілер жолы мен жарықтандыру жүйесін орнату секілді қалған жұмыстарды істеп жатырмыз. Құрылысқа барлығы 30-ға жуық техника тартылды. Керек материалдардың барлығы жеткізілді. Олар 53 мың кірпіш, 32 мың текше метр топырақ пен қиыршық тас. Жол төсемінің бірінші қабаты дайын. Ресми деректерге сүйенсек, әйелдер әлем халқының жартысын құрайды. Дүниежүзілік экономикалық форумның дерегінше, әлем гендерлік теңдікке әлі кемінде 134 жылдан кейін ғана қол жеткізеді. Бұл қоғамның барлық саласында әйелдерге тең мүмкіндік беру жолындағы күрестің қаншалық ұзақ әрі күрделі екендігінің айқын көрсеткіші. 2025 жылғы гендерлік айырмашылықтардың жаһандық индексі бойынша Қазақстан 148 елдің ішінде 92 орынды иеленген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 76 орынға төмендегенін көрсетеді. Солтүстік Қазақстан облысында 522 мың тұрғын бар. Олардың шамамен 52% әйелдер. Өңірімізде билік құрылымдарында әйелдер саны әлі күнге дейін аз. Облыстық мәслихат жанындағы Аманат партиясы депутаттық фракциясының кеңейтілген отырысында әйелдердің саясатқа араласуы талқыланды. Жиналғандар жалпы гендерлік теңдік тақырыбы төңірегінде өз ойларын ортаға салды. Ұлттық статистика бюросының директері бойынша Солтүстік Қазақстан облысының халқы 522 мың адамды құрайды. Оның ішінде әйелдер үлесі 52%-ға жуық. Десе де билік құрылымдарында әйелдер саны аз. Бұл әсіресе 2023 жылғы аудан әкімдерінің пилоттық сайлауында байқалды. Республика бойынша 249 кандидаттың ішінде небәрі 13 ғана әйел болған.
И для нас стало... Біз үшін маңызды оқиғалардың бірі осы сайлауда жеңіске жеткен әйелдердің бірі жерлесіміз Мамлют ауданының әкімі Елена Степаненко болды. Ол 82,5% дауыс жинады. Бұл мысал көшбасшы әйелдердің сұранысқа ие екенін және мүмкіндік берілсе, әйелдердің жоғары кәсіби деңгей көрсететінін дәлелдейді. Өңірдің мемлекеттік қызмет жүйесінде бүгінгі күні 2355 адам жұмыс істейді. Оның 1499 әйелдер. Бұл жалпы мемлекеттік қызметшілердің 63,16%. Оң өзгерістерге қарамастан шешімін табуды қажет ететін мәселелер бар. Солардың қатарында шалғай ауылдарда білім беру бағдарламаларының қол жетімсіздігі, экономика салаларында әйелдердің біркелкі ұсынылмауы және әлеуметтік стереотиптердің ықпалы. Әсел Ешанованың айтуынша, биліктің жоғары сатыларында әйелдердің үлесі әлі де төмен. Мысалы, үкімет құрамында 21 министрдің 4-і ғана әйел. Елімізде әлі күнге дейін бірде-бір облысты әйел әкім басқармаған. Сондай-ақ әйелдер жоғары сот төрағасы, ұлттық банк басшысы, бас прокурор қызметтерін ешқашан атқармаған. У нас в Северо-Казахстанской области в филиале Облыстық мәслихатта депутаттардың 23% әйелдер, яғни 30 депутаттың 7-і әйел. Аудандық және қалалық мәслихаттарда 163 депутат болса, оның 53-і әйел. Жалпы алғанда бұл деректер өңірдегі билік органдарында әйелдердің рөлінің біртіндеп артып келе жатқанын және саяси басқаруда гендерлік теңдік қағидаттарының алға жылжып жатқанын көрсетеді. Аманат партиясының солтүстік Қазақстан облысы филиалында 29,384 қатысушы бар. Олардың 20,774 әйел. Бұл 71%-ді құрайды. Бұл көрсеткіш партияның өңірлік құрылымындағы әйелдердің белсенділігін және ықпалын айқын көрсетеді. Әйелдер қанаты экономикалық және саяси салада әйелдердің рөлін арттыру, олардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Жиынға қатысушылар гендерлік теңдік, әділеттік мәселесі ғана емес, әрбір әйел өз әлеуетін іске асырып, өңірдің дамуына үлес қоса алатын тең мүмкіндіктер қоғамын қалыптастыру екенін атап өтті. Облыс орталығында Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы әкімдік және полиция департаментімен бірлесіп, оқушылар сарайында спортшылармен, жаттықтырушылармен және спорт мектептерінің тәрбиеленушілермен кездесу өткізді. Іс-шара қоғамда заң және тәртіп идеологиясын ілгерілету тұжырымдамасын іске асыру аясында өтті. Кездесудің негізгі мақсаты құқықтық мәдениет деңгейін арттыру және әсіресе карате, дзюдо, бокс сияқты жекпе-жек түрлерімен айналысатын спортшылар арасында спорт алаңдарынан тыс жерде күш қолдануға жол берілмейтіні туралы тұрақты түсінік қалыптастыру. Іс-шара барысында прокурорлар соңғы 10 жылда спорт саласы өкілдеріне қатысты 49 қылмыстық іс тіркелген. 2023 жылдан бері билік өкілдеріне күш қолдану және бұзақылық фактілері бойынша 3 қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді. Спорт пен заң бір-бірінен ажырамас ұғымдар. Тәртіп, жауапкершілік және қоғамға құрмет әрбір спортшының басты қағидаты болуы тиіс. Облыста бүгінде 2000-нан астам спорт нысаны жұмыс істейді. Әр аудан орталығында дене шынықтыру, сауықтыру кешендері бар. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Жүсіп Жұмағұлов өңірде жабық хоккей корттарының құрылысы да қарқынды жүріп жатқанын атап өтті. В настоящее время единоборством в области занимается свыше. Жас буынды тәрбиелеу негізгі басымдықтардың бірі. Бүгінде ел мектептерінде адал азамат бағдарламасы енгізілген. Жоба балалардың жауапкершілікке, тәртіпке, заңға құрметпен қарауға үйретуді көздейді. Сонымен қатар нашақорлық, құмар ойындар, буллинг пен тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған. Өңірде заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілету жұмысы жүйелі сипатқа ие және жалғасын табатын болады. Қоғамда спорт пен спортшыларға деген құрмет ерекше. Бүгінде өңірде 15 000-нан астам адам жекпе-жек спорт түрімен айналысады. Оның 4,5 мыңы балалар мен жасөспірімдер. Сол себепті әр спортшының мінез құлқы, тәртібі және заңға деген көзқарасы баршаға үлгі. На сегодняшний день спортшылар өздерінің күш пен техникалық дайындықтарын әлсіз азаматтарға қарсы, яғни спорттан тыс жерде заңсыз қолданбауы тиіс. Сол себепті бүгінгі кездесуде профилактикалық әңгімелер жүргізіліп, мұндай әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылатыны ескертіледі. Сондықтан бүгінгі іс-шараның мақсаты полиция департаментімен бірлесіп, әрбір спортшы мен әрбір жаттықтырушыға заңды құрметтеу қажеттігін түсіндіру. Заң бәріне ортақ, оны сақтау әр азаматтың міндеті. Статистикаға сәйкес соңғы жылдары 49-дан астам қылмыстық іс тіркелген. Соңғы 10 жылда спорттық қауымдастық өкілдері арасынан 12 адам құқық бұзушылық жасаған. Оның ішінде ұсақ бұзақылық деректері де бар. Сонымен қатар спорт саласында 300-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған.
Биыл облыс орталығындағы Ақан сері атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясының құрылғанына 60 жыл толып отыр. 1965 жылы құрылған өнер ордасы Петропавл қаласындағы Мәдениет сарайының концерттік эстрада бюросы негізінде ұйымдастырылды. Бұл мәдени мекеме қала тұрғындары мен қонақтарына классикалық музыка, халық әндері, заманауи концерттік бағдарламалар ұсынып, ұлттық руханиятты сақтап, дамытуға елеулі үлес қосып келеді. Қымбатты көрермен, біз тақырыпты одан әрі студия қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Ақан сері атындағы облыстық филармонияның көркемдік жетекшісі Біржан Есжан мырзамен жалғастырсақ. Біржан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді жалпы биыл біздің облыстық телеарнамызға 65 жыл толып отыр. Ақан сері атындағы облыстық филармонияның құрылғанына 60 жыл толып отыр. Мерейлі даталар, құттықтаймын. Енді сол әңгімеміздің төркінін сол филармонияның құрылу тарихынан бастасақ. Енді мына біздің өнер ордасы бұл енді Ақан сері бабамыздың есімін арқалап келе жатыр. Бұл есімді біз 2020 жылы жаңағы үлкен бұйрық шығып, осы Ақан сері атамыздың есімі берілген болатын. Бұл жуырда ғана 20 жылы болған оқиға. Ал енді филармонияның тарихына тоқталатын болсақ, 1965 жылы осы біздің филармониямыз 1 желтоқсанда бұйрық шығып, осы біздің облыстың игілігіне беріліп, қарамағына беріліп, филармония атанған екен. Бірақ мінекей сөзді байқап отырсаңыздар, біздің облыстың игілігіне берілді деп жатырмын. Оған дейінді біздің филармония өзінің концерттік шығармашылығын жүргізген екен. Оған дейін деген уақытты да ары қарай қарайтын болсақ, бұл тіпті соғыс жылдарында да біздің филармониямыз жұмыс атқарған екен. Бірақ атауы эстрадалық концерттік бюро ретінде жұмыс істеген. Бұл Жамбыл атындағы Алматыдағы филармонияның филиалы ретінде жұмыс жасаған екен сол жылдары. Біздің жеке осы филармонияның мұрағатында табылған құжаттарға қарасақ, қолмен жазылған неше түрлі бұйрықтар, неше түрлі сол жылдардағы құжаттар кездесіп жатыр. Бүгінгі күні қолымызда бар, соның барлығы осының дәлелі, айғағы. Сол кезде жалпы осы филармонияның қабырғасында жалпы қанша өнері ұжымы, шығармашылық ұжым еңбек еткен екен? Енді ол кезде концерттік бригадалар болған екен, ансамбльдер, бригадалар. Иә, бригадалар. Енді әртүрлі топқа бөлінген ансамбльдер. Оның ішінде әншілері бар, бишілері бар, Мархаба Имамқұлова сияқты үлкен әртістер қызмет атқарған. Біздің жерлестеріміз осы Игібай Әлібаев сынды үлкен әншілер, халық ақындары жұмыс атқарған екен. Тіпті Игекеңдердің 1944 жылдары, 46 жылдарға жұмыс жасаған кездегі бұйрықтары табылып, сол кезде қанша еңбек ақыларын алды, осының барлығы сол приказдарда жазылған. Тіпті сол Игібай Әлібаев ағамызда бір ансамбльдің көркемдік жетекшісі болып жұмыс атқарған екен. Неке тарихы қандай. Енді жалпы бүгінгі таңда 60 жылдық тарихы бар осы біздің өнер ордасының бүгінгі тыныс тіршілігіне тоқталсақ, жалпы бүгінде қанша өнер ұжымы, шығармашылық ұжым еңбек етесіздерде, жалпы жылда түрлі бәйгелерден оза шауып, түрлі гран-прилер алып келіп жатасыздар. Осы жайында тоқталсаңыз. Енді өнер ұжымы бүгінгі күні өте ауқымды бізде, әртүрлі музыканың әртүрлі жанрын қамтыған. Біздің осы республика бойынша осы мысалға ең үлкен өнер ұжымдарына жатады филармониялардың ішінде. Мына 14 шақты коллектив бар, ұжым бар, өнер ұжымы. Оның ішінде оркестріміз бар. Оркестрдің 4 түрі бар бізде. Эстрада симфониялық оркестр, қазақ халық аспаптар оркестрі, орыс халық аспаптар оркестрі, джаз бенд дейді, эстрада джаз оркестрі. Одан қалды бізде ансамбльдер бар. Азия саунд, вокалды инструменталды ансамбль, Әл-Қиса, қазақ фольклорлық ансамблі. Одан кейін неше түрлі би ұжымдары бар.
үш би ұжымымыз бар. Енді мәңгілік, туған жер және де әдемі-ау деген осы қазақ би ансамбльдері бар. Тағы да басқа бізде солистер өте көп, 30 шақты жеке орындауда әншілеріміз жұмыс атқарады. Енді бұның барлығы осы өнер дейтін үлкен ұғым, сол неше түрлі музыка өзі жанрға бөлінеді, соның барлығын біздің филармония қамтып отыр десем, артық айтқандық емес. Классикалық музыка болсын, ұлттық музыка болсын, эстрадалық музыка болсын, біз бәрін сахнадан дәріптеп жатырмыз. Енді бүгінгі таңда осы жаңа айтып отырмын, өзі сұрағымды айттым ғой, түрлі бәйгелерден жаңа оза шапқан әртістеріңіз бар, жалпы шығармашылық ұжымдар бар. Соның ең бір сондай сүбелі бір орын алған бір ұжымды атап өтсеңіз, осы соңғы кездері? Соңғы уақыттарда біздің мәңгілік би ансамбліміз көптеген шетелге де шығып келіп жатыр. Жалпы бізде әр ұжым өзі сыртқа шығып, жаңағы республикалық бәйгелер болсын, жаңағы халықаралық бәйгелер болсын, қатысуға тырысып жатамыз. Сол жаңағы айтарлықтай осы мәңгілік би ансамблін айтар едім. Одан кейін біздің жеке орындауда әншілеріміз бар қаншама. Жуырда ғана міне Шымкент саз атты үлкен бәйгеде біздің Бүркіт Жанай деген әншіміз жаңағы бәйгелі болып келіп жатыр. Одан қалды енді жақын арада біз енді бұл жарыстардың ішінде енді мына біздің эстрада джаз біздің оркестріміз Қостанайға барып өзінің кереметтей өнерін көрсетіп қайтты. Мына енді бәйгелер көп айтатын болса, қазір бірін айтсам бірі ренжіп қалама деп қорқасың. Жақсы, жалпы енді қазіргі кезде репертуардың, жылда репертуарларыңыз өзгеріп тұра ма? Жалпы сіз өзіңіз көркемдік жетекші ретінде бір жаңадан бір леп қосып атсыз ба осы репертуарға, бір тың идеялармен деген сияқты? Қазір енді біз неше түрлі дүниені сахналап жатырмыз. Мысалға, ертегілерді сахналау. Біз енді қазір көбінесе аудиторияны жаңағы өзіміздің бағытымызды осы балалар, жасөспірімдер және оқушылар, жаңағы студенттер осы жаққа қарай бұруға тырысып жатырмыз. Тарту мақсатында? Себебі жастарымызды іштей жаңағы мәдени тәрбиеге шақырмасақ, жер бетінде енді неше түрлі оқиғалар орын алып жатыр ғой. Енді қатыгездік те, мейірімсіздік, соның барлығы жаңағы менің өзі ойым, жеке жастарды біз барынша бүгінгі күні республика бойынша осы ішкі мәдениетті қалыптастыру жағына кішкене бір ақсаңқырап келе жатырмыз. Сондықтан енді біз өзіміз осы бағытты қолға алып жатырмыз қазір. Жастарға арнап жаңағы ертегілер болсын, сахнаға музыкалық тұрғыдан жаңағындай көрсету қызықты етіп. Одан қалды жаңағы мюзиклдарды ішінде қойылымдарды қойып жатырмыз. Одан қалды енді біз айтып жатырмыз ғой, бізде әртүрлі жанр бар. Мысалға хор ұжымымыз бар, біздің кереметтей камералық хорымыз бар. Онда жетекшілік ететін жаңағы Мұхамеджанова Ғалия Сәкенқызы деген біздің үлкен өнердегі апайымыз, Юрий Колчин деген жұбайымен өте үлкен бағдарламаларды, проектілерді, жобаларды қолға алып жатыр. Мысалға, бүкіл Европа таңданған бір замандары 20-шы ғасырдың орта ширегінде осы Франкфуртта алғаш қойылған Карл Орфтың Кармина Бурана деген үлкен операларын сахналап жатырмыз. Енді одан басқа біз енді мынандай бағытты қолға алдық. Міне биыл біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы цифрландыру жағына көп көңіл бөлді. Өзінің жолдауында осы жасанды интеллекттің көмегін осы өнер саласына енгізу туралы көп әңгімелер айтылды. Міне осы дүниені қолға алып, осы 11-ші желтоқсан күні біз Үкілі Ыбырай бабамыздың 165 жылдығына арналған «Гәккул еткен Қызылжар» атты фольклорлық концерт қойдық. Сол концертте біз енді Үкілі Ыбырай бабамыздың фотосуреті ғана табылған, мына жасанды интеллект арқылы түгелдей оның бейнесін жасап шығарып, жаңағы аттың үстінде халықтың арасында жүрген тамаша бейнесін осы сахналап біздің жастарымызға көрсеттік. Өзіміздің ойымызбен, көзқарасымызбен жаңағы ат үстінде келіп, халық арасында жаңағы ықыласқа бөленіп, өзінің әнін шырқап тұрған сәтін 2 минут бойы көрерменге соны көрсетіп
көрсеттік, содан концертімізді бастап кеттік. Өте бір керемет әсер қалдырды. Міне бұл жасанды интеллекттің, қазіргі заманауи ақылдың деп айтайық, бір жеткен жетістігі біздің көз алдымызға кешегі өткен тарихымызды, салт дәстүрімізді, өткен ғұлама үлкен осындай біздің адамдарымыздың бейнесін сахналауға бізге көмектесіп жатыр. Міне осы бағытта да біз жұмыстар атқарып жатырмыз. Енді жалпы бүгінгі таңда мынау көрермен талғамы қандай? Жалпы көрермен талғамы өзгеріп келе ме? Енді көрермен талғамы деген кезде бұл енді бүкіл көрермен үшін айту қиын, бірақ енді біз білеміз, біздің әртүрлі осы бағытта қойылған фольклорлық концерттер, классикалық, эстрадалық бағытта қойылатын концерттерімізге келетін көрерменді біз нақты бүгінгі күні айқындалып келе жатыр. Біз жаңағы концертті қояр кезде біліп отырамыз, бұл концертке кім келетінін, жобалап, ол аншлаг бола ма, болмай ма, оның барлығын жобалап отырамыз. Оның бары түсінікті болады. Бірақ біздің де сол енді өз әрбір жаңа ұжымның, әрбір әншінің өзінің тыңдарманы бар, іздеп келіп жататындар бар, белгілі бір шығарманы тыңдау үшін келетін бізде көрермен қалыптасып келе жатыр. Ал бірақ алайда бізде осы жастарды тарту жағы әрине бұл біздің тек қана өнерпаздардың ғана емес, өнер ордаларының, оның басшылықтарының ғана емес, бүкіл мемлекетіміздің айналысатын шаруасы деп ойлаймын. Себебі жастар енді бәріміздің болашағымыз ғой, сондықтан оларды жүйелі түрде осы концерттерге қатысуға қамтамасыз етсек деген тілегіміз бар. Осы біздің жоғарғы жаққа, біздің жалпы басшылыққа, үкіметке. Енді жалпына біздің филармонияда жастарды, талантты жастарды, дарынды жастарды қолдау бағытында қандай жұмыстар қолға алынған? Жалпы жас әртістер, консерватория бітіріп немесе өнер колледждарынан осы жергілікті жастар келуде ме? Қабылдаудасыздар ма? Біз осы жергілікті өнер колледжімен тығыз байланыстамыз. Біздің оркестрлерде, хорда, би ұжымдарында қаншама біздің осы әлі оқып жатқан студенттерімізде жұмыс атқарып жатады. Жалпы сонымен қатар жоғарғы оқу орындары, консерватория, Астанада Қазақ ұлттық өнер университетімен тікелей байланыстамыз. Жыл сайын жаңағы барып, сол жерге барып жаңағы жас мамандарды шақыру бойынша жұмыстар атқарылып жатады. Енді бұның барлығы жаңағы маман іздеу, филармония бұл жұмысты тоқтатқан емес. Әрқашан келген жас маманды біз жұмысқа қабылдаймыз, орналастырамыз, әрі қарай сахнада жетілдіреміз. Мінекей сондай біздің жастарымыз бүгінгі күні өте көп. Мен осы көркем жетекші болып жұмыс атқарғалы бері мінекей әншілердің өзін алып қарасақ, бір 5-6 жас маман, жас әншілер осы жұмысқа орналасты. Бүгінгі күні сол жақсы қызмет атқарып, өздерін жақсы жағынан көрсетіп жатыр. Демегенде жастарды бетін қақпай белін болып жатыр дейсіз. Жас келсе іске дейді ғой. Сондықтан көрермен де жаңа бейне, жаңа образдарды қалап тұрады. Жас адамды қалап тұрады сахнада. Сондықтан бұл заңдылықтың бәрі сақталуда бізде. Енді алдағы жылға қандай жоспар? Алдағы жылда енді жоспарлар өте көп. Мына қазақ ұлттық өнерін ұстанған бізде ұжымдар, Қазақ халық аспаптар оркестрі, Әлқиса фольклорлық ансамблі, дәстүрлі әншілеріміз, осы жаңағы күй өнеріміз бар. Осының барлығын болашақта шетелге шығарсақ деген жоспарлар бар. Алла қалап жатса, енді ол бір үлкен сүйінші жаңалық болады шығар деп ойлаймыз. Себебі осы Европа елдерінен шақыртулар алып жатырмыз. Біздің қазақ халық аспаптар оркестрін сол жақта бір дүбірлетіп, сол жақта өзі қазақылықтың иісін шығарып, біздің ұлттық өнерімізбен сонымен қатар қазақ халқының жаңағы бар болмысымен таныстырып қайтсақ деген болашақта жоспарлар бар. Біржан мырза, біздің студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, ой бөлісіп, осы филармонияның тарихына тоқталып, бүгінгісімен өткен тарихын баяндап бердіңіз. Сізге зор алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет.
Қызылжар апта бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Егерде қандай да бір күрмеуі шешілмей жатқан мәселелеріңіз болса, арнамыздың төменде көрсетілген әлеуметтік желідегі парақшаларына жіберулеріңізге болады. Келесі жексенбіде жүздескенше аман сау болайық.